Ертеде Мерлин атты сиқыршы өмір сүріпті. Ол келбетін қалауынша өзгертіп, кез келген нәрсеге айнала алады екен. Бір күні Мерлин қайыршы керпіне еніп, сапарға шығады. Жер-жерді аралап жүріп, жолаушыдан шаруаның үйін көріп тоқтайды. Отын кесуші мен оның әйелі оны жылы қабақпен қарсы алып дастархан жаяды. Үй иелерінің қонақжайлығына Мерлин риза болады. Шаруа әйелінің жабырқау көңіл күйін байқаған Мерлин одан «Неге көңілсізсің?» деп сұрайды. Әйелдің жанары жасқа толды. «Баламыз жоқ, әкесінің шынашағындай ғана ұлым болса, өмірдегі ең бақытты әйел болар едім» дейді. Мерлин қайырымды әйелге көмектескісі келіп, оның арманын орындайды. Әйел жүкті болып, 7 айдан соң дүниеге нәрестеге әкеледі. Сәбидің бойы шынашақтай ғана болып, туылған соң оның атын шынашақ деп қояды. Жылдар өтеді, бірақ баланың бойы өспейді. Титімде ғана шынашақ аласа бойына қарамай, парасатты, ақылды әрі пысық болады. Бір күні отыншы орманға ағаш кесіп келу үшін жиналады. «Ат жеккен арбамды орманға кім әкеліп берер екен?» дейді. «Әке, мен бармын ғой», дейді әкесіне шынашақ. «Балам-ау, сен оны қалай әкелмексің?» деп сұрайды әкесі. «Егер анам атқа арбаны жегіп берсе, мен аттың құлағына отырып алып, оған жол көрсетемін» деп жауап береді шынашақ. Отын кесуші келісіп, үйден шығып кетеді. Орманға баратын уақыт болғанда, анасы атты арбаға жегіп, шынашақты аттың құлағының түбіне отырғызады. Шынашақ «шу-шу» деп еді, ат үйреншікті жолмен орманға қарай бет алады. Ат көшенің бұрылысынан бұрылғанда, шынашақ оған «Шу жануар, шу» деп тағы айғайлайды. Сол маңда жүрген 2 адам бұған қатты таңырқайды. «Мына қызықты қара, жегілген ат кетіп бара жатыр. Айдаушысы айқайлап отыр, бірақ өзі көзге көрінбейді» дейді біреуі. «Оның не ғажап екен, сырттай бақылап көрейік» дейді екіншісі. Сөйтіп, екеуі ат жегілген арбаның артынан ілеседі. Ат орманда жүрген шынашақтың әкесінің жанына келіп тоқтайды. Отын кесуші ұлын аттың құлағынан түсіріп, сабан үстіне отырғызады. Ат жегілген арбаның артынан ілесіп келе жатқан адамдар шынашақты көріп, «Мына баланы үлкен қалаға апарып, елге көрсететін болсақ, көп ақша табар едік» дейді. Сөйтіп, екеуі шынашақтың әкесіне келіп, «Мына кішкентай адамды бізге сатыңызшы» деп қиылады. «Жоқ, о не дегендеріңіз? Қалай ғана мен өзімнің сүйікті ұлымды сатамын» дейді әкесі. Бұның бәрін естіп тұрған шынашақ әкесінің иығына өрмелеп шығып, оның құлағына «Әке, мені сатып жібер, еш уайымдама, көп кешікпей мен жол тауып кері келемін» деп сыбырлайды. «Не болар екен, байқап көрейінші» деп әкесі шынашақты қомақты ақшаға сатып жібереді. Бейтаныс адамдар шынашақтан қайда отырғысы келетінін сұрайды. Шынашақ «Қалпағыңның жиегіне отырғыза сал» деп жауап береді. Бейтаныс адамның бірі шынашақты қалпағының жиегіне отырғызып алып ұзақ жүреді. Ымырт түскенде олар үйлеріне жақындайды. «Енді мені ана жерге қойыңдар» дейді сол кезде шынашақ. Бейтаныс адам қалпағын жерге қояды. Шынашақ қалпақтың жиегіне секіріп түседі. Бейтаныс адам көз ала бере, аяғының ұшымен ақырын басып, өсіп тұрған шымның арасына кіріп кетеді. Ол жерден өзі көрген тышқанның ініне сырғып түседі де «Қайырлы түн, мырзалар, үйлеріңе менсіз бара беріңдер» деп мысқылдап күледі. Бейтаныс адамдар ұзын сырық әкеліп, тышқанның інін түрткілейді. Сырықтарына ештеңе ілінбейді. Себебі шынашақ тереңірек кетіп қалған болатын. Сөйтіп әуреленеді. Қараңғы түскенде өкініштен өзектері өртеніп, үйлеріне қайтады. Шынашақ өзін сатып алған адамдар кеткен соң іннен шығады. Сол жерден ол ұлу қабыршығын тауып алады. Осының ішінде аман есен түнеп шығармын деп жайғасып отырады. Біраздан соң шынашақ ұлудың қабыршағында жатып, 2 адамның өзара сөйлескен дауысын естиді. «Бай пастырдың алтындары мен күмістеріне қалай қол жеткізсе екен» дейді. Олардың бірі екіншісіне. Сол кезде шынашақ «Мен сендерге көмектесе аламын» деп айғайлайды оларға. «Астапыралла, бұл немене? Мен бір ауыз дауыс естідім» дейді бір ұры үрейленіп. Шынашақ оларға «Егер мені өздеріңмен бірге ертіп жүрсеңдер, сендерге көмектесемін» деп айтқаннан тағы да қайталайды. Ұрылар қабыршақтың астына жатқан бой кішкентай баланы көріп, өздерімен бірге алып жүруге келіседі. «Мен пастырдың үйіне кіріп, сендерге қалаған заттарыңды алып беремін» дейді шынашақ оларға. Пастырдың үйіне жеткен кезде
Шынашақ ішке еңбектеп кіріп кетеді де: «Не қалайсыңдар? Барлық заттар сыртқа шығарайын ба?» деп айғайлайды. Ұрылар қорқып еді. «Ақырын сөйле, елдің бәрін оятасың» дейді. Шынашақ оларды түсінбеген сыңай танытып қайтадан айқайлайды. Келесі бөлмеде ұйықтап жатқан қызметші әйел айғайлаған дауыстан оянып кетеді. Ол не болып жатқанын біле алмай тыңдап біраз отырады. Ұрылар қорыққандарынан қаша жөнеледі. Бірақ мына сілімтік бізді келемеждейін деген екен деп жарты жолдан кері қайтады. «Ей бала, сабырлы болсай, айғайлай бергенше бізге бір нәрсе алып шық» дейді екеуі қайта оралып. «Алақандарыңды ашыңдар, мен сендерге бәрін алып беремін» деп Шынашақ қайтадан айғай салады. Төсегінің басында дауысқа құлағын түртіп отырған қызметші әйел бұл жолы Шынашақтың сөздерін анық естиді. Орнынан атып тұрып есікке жүгіреді. Ұрылар артынан итпен қуып келе жатқандай қаша жөнеледі. Қызметші әйел қараңғыда ештеңе көре алмағандықтан шам жағып бұрыш-бұрышты қарап шығады, бірақ Шынашақты көре алмайды. Шынашақ қамбаға кетіп қалған еді. Қызметші әйел ұйқылы ояу жатып түс көрген шығармын деп ойлап қайтадан төсегіне жатады. Шынашақ қамба ішіндегі пішіннен үстіне өрмелеп шығады. Мына жерге ұйықтауға ыңғайлы екен, ертеңге дейін осы жерде дем алып, әке-шешеме қайтайын деп ойлап ұйықтауға жатады. Өмірдің машақаты мен сыны таусылмайды ғой. Шынашақты алда әлі көп нәрсе күтіп тұр еді. Қызметші әйел сиырларға шөп салу үшін таң сәріден оянады. Ол алдын ала дайындап қойған пішеннен алу үшін бірден қамбаға кіреді. Алайда тыныш қана ұйықтап жатқан құттай Шынашақты көрмейді. Ал Шынашақ қатты ұйықтап жатқан еді. Айналасында не болып жатқан сезбейді де ол тек «Ау-хау, ау-хау, әукешім, менің әукешіме кім пішен береді екен?» деп сиырын еркелете сөйлеген қызметші әйелдің дауысын сиырдың аузына кіріп баратқанда бірақ оянады. «Құдайым-ау, мен сыртылдаған қай диірменнің ішіне түсіп кеткенмін» дейді. Шынашақ ұйқысын аша алмай, соңынан мән-жайды түсініп, сиырдың аузына мүшеленіп кетпеуін ойластырады. Сөйтіп ол шайналған пішенмен бірге сиырдың асқазанына түседі. Қап-қараңғы асқазанда терезеден түсетін күн сәулесін де ұмытуға тура келеді деп ойлайды Шынашақ. Шайналған шөп түскен сайын Шынашақ жайсыз күй кешеді. Асқазандағы орында барған сайын кішірейе түседі. Жаны қысылған Шынашақ «Маған жем бермеңдер, маған жем бермеңдер» деп айқайлай бастайды. Сиыр сауып отырған қызметші әйел дауысты естіп, жан-жағын алақтап қарайды. Бірақ ешкімді көрмейді. Оған бұл дауыс түнде естілгендей дауысқа ұқсас сияқты болып көрінеді. Қорыққаннан астындағы орындығынан құлап, сауып отырған сүтін төгіп алады. Ол қожайынына жүгіріп барып: «Пастор, Құдайдың құдіреті шығар, сиыр сөйлеп жатыр» дейді. Аптығып: «Не дейді? Есіңнен адасқан шығарсың» деп пастор не болып жатқанын өз көзімен көру үшін сиыр қораға келеді. Ол есіктен кіре сала Шынашақ «Маған жем бермеңдер» деп тағы да айғайлайды. Пастордың үрейі ұшады. Малдың ішіне жын кіріп кетті деп ойлап сиырды сойдырады. Шынашақ жатқан сиырдың асқазанынан қоқыс үйетін жарға лақтырып жібереді. Шынашаққа өте қиын болды. Дегенмен отырған орны кеңейіп, жаны кіріп қалады. Бала қарыннан басын енді қылтитып шығара бергенде сол жерде айналшақтап жүрген бір аш қасқырды қарынды қылғыта салады. Шынашақтың сонда да салы суға кетпейді. «Қасқыр, қымбаттым, саған қай жерден керемет мерекелік ас мәзірін таба алатынымды айта аламын» деп айқайлайды. Аш қасқыр: «Ол қай жерде? Айт тез» деп дауысы қарлыға сұрайды. «Мен бір ауқатты шаруаны білемін. Оның ас үйінде тәтті тоқаш, майлы сүт, шұжық және тағы басқа толып жатқан дәмді жылы жұмсақ бар. Ал ас үйге жасырын тесік арқылы кіре аласың» деп Шынашақ қасқырға өз үйі орналасқан жерді сипаттап береді. Қасқыр Шынашақ тұратын үйге келіп, қас қарайған шақта төсектен қысылысып ас үйге кіреді. Тәбеті тартқан астың бәрін жеп, әбден тояды. Енді кері қайтайын десе, қампиған қарны тесікке симей қалады. Сол кезде қасқырдың ішіндегі Шынашақ айқайлай бастайды. «Өтінемін, тыныш жат» деп жалынады оған қасқыр. «Неге тынышталады екенмін? Сен тамақ ішкің келді, іштің, енді мен де ойымдағыны істеймін» дейді де бар даусымен қатты айғайлап. Осы мезетте Шынашақтың әке-шешесі оянып, ас үйде жүрген қасқырды көреді. Сөйтіп үйдің есігін бекітіп қойып, әкесі балтаға, шешесі шалғыға жүгіреді. Егер қасқыр мен балтамен ұрғанда өлмесе, сен шалғымен кесек-кесек қылып шауып таста дейді күйеуі әйеліне.
Шынашақ әке-шешесінің дауысын естіп, «Әке, мен қасқырдың ішіндемін» деп айғайлайды. «Баламыз қайтып келді» деп отын кесуші мен әйелі шүкіршілік етеді. Әйел қолындағы шалғыны орнына қояды. Отын кесуші қасқырды балтамен бір ұрғанда қоқыс серейіп өліп қалады. Әкесі қасқырдың денесін боршалағандан Шынашақты аман есен шығарып алады. «Балам, сені ойлап сарыуайымға баттық» дейді әкесі. «Иә, әке, тіршіліктің көзін қайта көргеніме тәубе» дейді Шынашақ. Әке-шешесі ұлдарының қайда болғанын білгілері келеді. Сонда Шынашақ оларға: «Ой, қайда болмадым десейші, тышқанның інінде де, сиырдың асқазанында да, қасқырдың құрсағында да болдым. Енді сендердің қастарыңда боламын, ешқайда кетпеймін» дейді. «Біз де сені ешқайда жібермейміз» деп әке-шешесі Шынашақты құшақтап, құшырлана сүйеді.